Бармаңдар, ақынды жұрт жерлегенде, көрмеңдер, көрдің аузы жабылғанын, көтеріп сендер оны келмегенде, көңілсіз қалмайды ғой бауырларым. Бір жаманы кешігіп әліп ашқан, бір жақсы күйлері көбік шашқан, бір жаманы қыздарын малға сатқан, бір жақсы сүйгенін алып қашқан. Күнге қарап қырандай қанатын кер, сені көріп серпілсін қара түндер, сұрамайды құдайдан ұлды қазақ, жүрсе екен деп әйтеуір санатын дер. Біз қазақтың Левитаны дейміз. Неге қазақтың Әнуарбек емес, неге қазақтың Аманжан емес? Советтік идеология біздің санамызға әбден сіңірген сондай. Біз соларға қарап, соларға үлгі аламыз, солардан тәрбие аламыз, содан мәдениет аламыз. Бұл санамызға біздің сіңіп қалған, әдебиетте болсын, ғылымда болсын, олардың жарқырап шыққан жұлдыздарына біздің әйтеу қазақта барып теңейтін. Әйтпесе, Байжанбай Левитаннан асып түспесе кем түскен жоқ. Шынберген Сүлейменовтің бір өлеңі бар. Ауылдан адам кеткенмен, ауыл адамнан кеткен жоқ. Қандай тамаша айтылған. Рас қой, рас. Күлтөбе подкаст. Күлтөбеде күнде жиын. Берікбол Төлегенмен. Армысыз құрметті көрермен, Күлтөбенің кезекті қонағы, қазақ және шалқар радиоларының ардагер дикторы, Қазақстанның мәдениет қайраткері, ерекше дауыс иесі, журналист Аманжан Еңсебайұлы ағамыз. Рахмет. Аманжан аға, қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға алғыс. Аманжан аға, бүгінгі сұхбатымызды ерекше бір форматта өткізсек деген ұсынысым бар сізге. Сіз енді радиода 50 жылдан астам әртүрлі бағдарлама, оның ішінде әдеби бағдарламада жүргіздіңіз. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы бір әдеби форматта өтсе, өзіңіз де біраз дүниені көрдіңіз, өткеніңізден түйгеніңізді ой толғап оқырманға, мына тыңдарманға, көрермендеріңізге айтып берсеңіз деген ұсынысым бар. Рахмет беке. 50 жылдан астам осы қазақ радиосында еңбек еткен екенмін. Осы жылдар ішінде мен не оқымадым дейсің? Әдеби хабарды оқыдық, ауыл шаруашылығында оқыдық, балалар шығармашылығында оқыдық, поэзияны оқыдық. Мына әкем театры мен балалар театрынан келген актрисалармен қатар отырып, не бір жүрек тербейтін дүниенің бәрін оқыдық қой, оның бәрін айта берсең тым ұзаққа созамыз. Қазақ радиосы қазақ руханиятының алтын бесі ғой. Бұл еңбектеген баладан еңкейген кәрге дейін қазақтың мұңын мұңдап жоғын жоқтайтын радио, бірден бір баспасөз құралы осы қазақ радиосында. Алла тағала менің маңдайыма осы шаңыраққа сонау 70-ші жылдардың бас кезінде аттап кіріп, ақбас шал болғанда әлде ұл қыздарымен қатар жүруді нәсіп еткен екен, Алла тағалаға ризашылығын білдіремін. Мадаға айтам, басым дейім. Аға, даусыңызды естіген адам бірден елең ете қалады, өзгеше. Осы бір даусыңызға байланысты қызықты бір оқиғаны есіңізге алыңызшы. Ол дауыс деген енді бергі айналайын, дауысты базарға барып сатып ала алмайсың. Енді жас кезімізде бізде өздеріңдей жігіт болдық түрілдеп, шапқылап жүрдік, дауысқа онша мән бергеніміз жоқ. Бірақ Алла тағала мына көкірегіңе жиып бергеннен кейін, ананың сүтімен, әкенің қанымен бергеннен кейін, ол табиғат берген дүние көрінеді. Дауыс өзгереді. Жас кездегі дауыс басқада, өйткені мына организмнің өсуіне, дамуына, жетілуіне байланысты дауыста да түрлену болып тұрады. Жасың ұлғайған сайын, одан сайын байсалды бола түседі. Осы дауысқа байланысты менің аузыма ең бірінші алатын үлкен ұстазым Байжанбай көркіреп шыққан кезде дауылпаз дауыс иесі, Қазақстанның халық әртісі, қазақтың Левитаны атанған Байжанбаев эфирге шыққан кезінде
сүйініп бір тыңдайсың дейсің. Байжанбаев болғың келеді, бірақ Байжанбаев қол жетпейтін аспандағы жұлдыз ғой. Байжанбаев болып туу үшін Алла тағаланың ерекше бір ықыласы керек. Байжанбаев ғасырда бір-ақ рет туатын адам. Біз Байжанбаевқа еліктедік. Байжанбаевты өзіміздің ұстазымыз санадық. Соның ішінде мен бармын. Енді дауысы Тәңір берді, бірақ Байжанбаев ағамыздың, Әнуарбек ағамыздың ықпалы, жанында жүргеннен кейін шәкіртім деп, балам деп сыйлаған, бізге деген ұстаздық көзқарасы көп ықпал етті. Үйрендік шамам жеткенше. Мына көкірегімізге түйіп алдық. Сонымен ақырында келе жатырмыз. Аға, енді осы жерде бір сұрақ туындап отыр. Біз қазақтың Левитаны дейміз. Неге қазақтың Әнуарбек емес? Неге қазақтың Аманжан емес? Енді мына біздің санамызға сіңіп қалған бір сондай мінез бар. Біздің тұсымызда совет дәуірінде орыс идеологиясы, советтік идеология біздің санамызға әбден сіңірген сондай. Біз соларға қарап, соларға үлгі аламыз, солардан тәрбие аламыз, содан мәдениет аламыз. Бұл санамызға біздің сіңіп қалған, әдебиетте болсын, ғылымда болсын, олардың жарқырап шыққан жұлдыздарына біздің әйтеу қазақта апарып теңейтін. Әйтпесе, Байжанбаев Левитаннан асып түспесе кем түскен жоқ. Мен кімді Левитанды Москваға оқу барғанда көрдім, курсқа барғанда. Байжанбаев қай тақырыпқа салсаң да Байжанбаев еді ғой. Поэзия, балалар әдебиет, балалар шығармашылығы, ауыл шаруашылығы. Левитан ондай емес. Левитанда қатып қалған дауыс. Оныкі халыққа рух беретін, бір жеңіске жігерлендіретін. Байжанбаев оқығанда да ондай. Төрт аяғынан тең басқан жорға ғой. Ол Левитан болып дауысын салады. Левитан болып бүкіл халыққа қазақты тік көтеретін. Менен Байжанбаевтың құдіреттілігі сонда. Осы күнге дейін Әнекеңнің, Әнуар ағаның оқыған хабарлары әуе толқынына шыққанда еріксіз байланып қалғандай радионың алдында. Әнуар ағаның әр сөзінен ләззат аласың ғой. Ол кісі қазақтың бүкіл даласы болып тербеленеді. Қазақтың үлкен ақсақалы болып ақыл айтады. Қазақтың серісі болып ғашық болады. Әр сөзінің астарында бір алтын көмбе жатқандай, еріксіз иланасың, иландырады. Ол сен бұрылуға шаман келмейді. Өйткені біз сол дәуірдің баласымыз, сол дәуірде радионың хабарын естіп, күнделікті радиодан не беріліп жатты, сонымда көкірекке түйіп өскен балаларымыз. Радио біздің ұстазымыз, Байжанбаев біздің бағдаршамымыз болды. Мен көбінесе Байжанбаевты аузынан тастамайтыным сол. Бұйырса келер ұрпақ осы бір дикторлық өнерге келген кезде қазақтың Әнуары, қазақтың Аманжаны деп өскенін қалаймын. Рахмет, рахмет. Легіңе рахмет. Мен Аманжан болып қалайыншы, бірақ Байжанбаев біздің бағдаршамымыз. Қазақ көркем сөзінің атасы. Қазақтың қара сөзін, қазақтың қарапайым қара шалдарының сөзін ана заманнан мына дәуірге алып келген алтын көпірі. Жақсы. Әнекенің қанша мына алтын қорды дауысы бар. Кез келген хабарын алып тыңдаңызшы. Байжанбаев сол биігінен түспейді, аласармай. Мүмкіндік болса аға, осы сұхбатымызға Әнуарбек Байжанбаев ағамыздың бір үзіндісін монтажбен салып жіберсек, көрермендер тыңдап. Көрген жақсы. Жақсы. Көктем келсе қызығамыз гүлге біз, толып кеткен тау мен дала іргеміз, алаулатқан сол гүлдерді қайтадан, оңайлықпен келген емес бұл жеңіс. Кейінгі ұрпақ біліп жүрсін, көріп жүрсін, көкірегіне түйіп жүрсін. Байжанбаев деген кім? Біз неге Байжанбаевпен мақтанамыз? Байжанбаев қазақ радиошысын не істеді? Мінекей. Біздің сұхбатымыздың демеушісі Fastex логистикалық компаниясы. Егер сізге алыс жақын шетелден жүк тасымалдау көмегі қажет болып жатса,
осы компанияға хабарласыңыз. Аға, Қадыр ақынның бір өлеңі бар ғой. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр, болтын оның бұлт демей бір түбіттер. Қарап тұрып мынау шырқау шыңдарға қалай төмен боламыз ей жігіттер. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр, тұма бұлақ дариядай үміткер. Қарап тұрып мынау түпсіз теңізге қалай таяз боламыз ей жігіттер. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр, теңіз кешіп шың басына шығып дер. Көре тұра мынау ұлы даланы қалай кіші боламыз ей жігіттер. Туған жер, ауыл деген бүкіл қазақ үшін өте бір қасиетті ұғым ғой. Осы қасиетті ұғымдар туралы бір ой толғаңызшы. Қадыр ағаның, Тұманбай ағаның, Мұқағали Мақатаев ағамыздың, тағы да басқа қазақтың туған жер туралы жырлаған ақын жазушылардың шығармаларына ой жіберіп қарап отырсаң, ах шіркін-ай дейсің. Алыста жердің бір шетінде жүрсең де, туған ауылында жүргендей. Туған ауылың сенімен бірге келе жатқандай, сонан бір ләззат алғандай. Сол топырақта табаның тиіп, сол өзің өскен ауылда ағайынмен бірге жүргендей әсерге бөлейді ғой. Міне Қадыр ағаның бір кереметтігі осында. Әр өлеңін оқып отырсаң, сурет көз алдыңа еріксіз ауылдың бейнесі келеді. Мына жерде туған ауыл деп отырсың ғой. Сенің туған топырағың, сенің өскен елің. Сол жерде қарапайым адамдар, тау мен тасың түгел көз алдыңнан өтеді. Жаңа Қадыр ағаның сөзінде тағы бір жерінде айтылады, кіндік кесіп, кір жуған жер дейді. Кейде мен ойлап отырып, кіндік кескен дегенге ерекшемен беретінім, біздің кіндігімізді кескенде баяғыда. Ауыл өскен қарапайым қазақтың бәрі біледі. Кіндігін кесіп алып, аяқ баспайтын жерге апарып көмеді. Адамның аяғы баспайтын жерге, жасырын бір жерге апарып. Сонда біздің кіндігіміз жермен байланса деген ғой. Менің жаман ойыма айтады, мына адамның кіндігі қай жерде кесіліп сол жерде көмілсе, адамның кіндігі үзілмейді, сонымен жалғасып тұрады. Мен ауылға тартып тұратын сол. Шіркін ауылға бір барып қайтсам деймін, жылында бір, 2 жылда бір барып, баяғы бала кезде ойнаған күндеріңді сағынасың. Мектептегі жастық шағыңды, балауса күндеріңді, қыздардың шашын тартқылап, шапқылап жүрген кездеріңді, мектепте оқыған күндеріңді, мал көшкенде қойдың соңынан жүгірген бала шақтарыңды, қозы қайырып, итпен бірге әупілдеп тауда жүрген ойын баласы кездеріңді аңсап сағынасың. Бұл туған жерге деген сенің махаббатың. Егер осындай бір сезім болмаса адамның бойында, туған жерге деген бір ынтықтық болмаса, туған жерге деген сүйіспеншілік болмаса, махаббат болмаса, білмеймін, елестете алмайым. Қазір мына жастарымыз қай жерде жүрсең де бәрібір емес пе дейді. Айырмашылығы жер мен көкте ғой. Туған жерге бәрібір жетпейді. Сенің кіндік қаның тамған жерге ештеңе теңестіре алмайсың. Өйткені анаңның құрсағынан туғанда сені алғаш құндағына бөлеген сол туған жер. Сені алғаш әлдилеген сол туған жер. Басқа әлемнен келген перзентті құшағын ашып қарсы алған сол туған жер. Міне туған жер мен осылай түсінемін. Бірақ қазір аға сол ауылдар аңырап бос қалып жатыр. Қара шаңырақ, қараусыз қалған қара шаңырақ кейде бір түсіңізге кірмей ма? Түсіме кіреді, кейде көзіме жас келеді. Бір қара шаңырақ деген өлең бар. Осының андамында Қазақ радиосынан Шалқардан беріліп жүреді. Сөздері қандай? Қара шаңырақ. Сөзімен әуені сәйкес келіп, сені алақан дәлделегенде ерекше бір сезімге бөлейді ғой. Мен туған үй қазірде бар.
мына Жетісу облысының Алакөл ауданында Төңкеріс деген аядай ғана ауыл бар. 30-35 үй қалды. Бұрын 100 шақты, 100-ден де көп ел жұрт тұратын. Бір колхоздың бөлімшесі еді. Қазір енді соның жұрнағы ғана қалды. Азынаулық адамдар бар. Елге барғанда ең бірінші менің аттап өтіп кетпей сол ауылға ат басын бұратыным бар. Сол жан Төңкеріс. О жерде менің нағашыларым жатыр. О жерде менің әпке ағаларым жатыр. Ол бірінші аруақты аттамау, екінші туған жерге деген тағзым. Ал өзім туған үй әлде бар дедім ғой. Осыдан 2 жыл бұрын ауылға барып қайттым, туған сол үйге кірдім, сәлем бердім, басым дейдім. Одан басқа қолымнан ештеңе келмеді. Бірақ сол ауылда әлде тұрып жатқан халық бар. Кіндігі сол жермен байланған ел. Малын ұстап отыр. Азынаулақ кішкентай балалары бар, мектеп бар, 8 жылдық. Бір айналып кетейін ауыл. Соған қарап кейде тәуба дейсің. Қанша алыста жүрсең дағы, сол елдің алдында, сол халықтың алдында басың дейіп отырып, туған жерге тағзым етесің. Мен осыған тәуба деймін. Енді кетіп қалдық. Ол қашып кеткем жоқ. Қашып кеткем жоқ. Соны 60 жылдардың аяғында білім іздеп, Алла Тағала осы қазақ радиосынан менің еңбек жолымды табуыма нәсіп еткен екен. Осы үлкен өнер ордасында халықтың талай саңлақтарымен, қазақтың талай жайсаңдарымен, жақсыларымен мына бір баламыз қатар жүрсін деп ел ұшырған шығар. Мен кейде солай түсінем. Өзімді өзім сөйтіп ақтаймын, амал жоқ. Тіршіліктің қамы. Ол да бар, ол да бар. Бүкіл қазақтың ауылдан көшуі, сол тіршіліктің ауылдағы өшуі ғой негізі. Шынберген Сүлейменовтің бір өлеңі бар ғой. Иә. Ауылдан адам кеткенмен, ауыл адамның кеткен жоқ. Қандай тамаша айтылған. Рас қой енді. Рас. Ол мына жүрегінің түбінде ауылға деген сүйініш бар адам, ауылын еш уақытта ұмытпайды. Біз кетсек те ауыл бізден кеткен жоқ қой. Аға, белгілі журналист марқұм Амангелді Сейітханның ата-ананың қадіріне жетіп жүрміз бе деген монологы бар. Сонда бейнет көрген ананың бейнесін рәсімге тартып алып, төріңе іліп қойса ғой. Өткенде бір көп қабатты үйден өзім тұрады. Жаяу көтеріліп келе жатсам, бір ана болғанда да жас ана көтерген баласы бар. Ол қолдың бір 2 саусағына әлгі баланың жейтін азығы ма екен, дорбасын іліп алған. Мына қолда ойыншығы. Арша-борша келе жатыр. Ана бала аттанда бол әлек. Сонда ойлаймын ғой шіркін-ай. Дәл осы тұсты, дәл сол сәтте мынау рәсімге тартып алып, сол баланың төргүйдегі түсіне әлек қойса ғой өмір бойы. Сонда түсінер ме ананың қадірін? Жетер ме оның құрметіне? Бағалар ме оның бүкіл анау ана деген ардақты біздің енді былайша айтқанда сол ананың қадіріне жетер ме деген сұрақ туындайды ғой. Біз кейде бізді қағып тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген ата-анамыздың еңбегін ұмытып кететін дейміз. Осы жастарға ата-ананың қадірін білу үшін, оны құрметтеу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Бек айналайын, кеңестен бұрын кеңес емес, ақыл демес. Бұл өзімнен кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақтарға өтініш етем. Сені өмірге келген ата-анадан артық, ата-анадан қымбат, анаңнан, әкеңнен құрметті ешкім жоқ. Оны сен ертең ақшаға да сатып ала алмайсың.
Пендеміз, пендешілікке көп барамыз. Мына барған сайын біз қатыгезденіп барамыз. Мейірімділіктен айырылып барамыз. Сол анамыз бізге қатыгез болсын деді ме? Әлдейлеп, аялап, түн ұйқысын 4 бөліп, ең тәттісін біздің алдымызға беріп өсірген анамызға кейде қарап отырсаң, оқисың, кинодан көресің. Қарның ашады. Сол қатыгездік емес пе, әйтпесе туған әке шешесін апарып қарттар үйіне өткізер ме еді? Ауылға тастап бармай қояр ма еді? Атызын салмай, іздемей, соңынан телміртіп қояр ма еді? Бұл біздің бойымыздағы ең үлкен кемшілік. Мына дүниеде мәңгілік ештеңе жоқ. Айналайын-ау, сен жас болып қалмайсың. Сен де ұл өсіріп отырсың, қыз өсіріп отырсың. Ертең кәрілік сенің басыңа да келеді. Ана балаларың сенің жасаған қателігіңді тағы да қайталап, сені ертең қаңғыртып далаға тастаса, қандай күй кешесің? Соны не ойламайсың? Біз соны не ойламаймыз? Неге соны түсінбейміз? Мен осыған қарным ашады. Кейде қарттар үйіне осынша кемпір шал барыпты дейді. Солар өз еркімен барды ма? Оларды Құдай айдап барды ма сонда жерге? Сол баланың, ұлдың, қыздың қатыгездігінен барды. Келіннің кесірінен барды. Келіннің бәрі қазір ұлдың бәрін билеп алды. Сенің әкең мұндай, сенің шешең мұндай. Айналайын-ау, сен де сондай анадан тудың ғой. Сенің анаңдай емес пе? Неге анаңдай көрмейсің? Әкеңдей емес пе? Неге әкеңдей көрмейсің? Неге атша мініп алдық? Біздің бұрынғы азаматтарымыз қайда? Мінез қайда? Рух қайда? Жанашырлық қайда? Білмеймін. Кейде қарным ашады. Сондықтан кейде осындай дүниені ойлап отырып, баспасөзде жазылып жатады. Біздің қазақ өсіп келген ұрпағымыз, ұл мен қыздарымыз ажырасу жөнінде бүкіл әлемде алдыңғы орынға шығыппыз. Арақ ішу жағынан да алдымызға жан салмайды екенбіз. Бұл қасірет пе қасірет? Біз неге осындай күйге түстік? Қайда кетіп барамыз, кімбіз? Ертеңіміз не болады? Осы неге ойламаймыз? Ой салатын дүние көп қой. Айтылып та жатыр, жазылып та жатыр. Үлкендердің бәрі де айтып жатыр. Бірақ осыған құлақ асатын жан бар ма? Жастарымыз айналайын-ау, оң солына қарап, үлкендер айтып еді, ой, менің осым дұрыс емес шығар. Неге ой түймей, неге қорытын жасамайды, неге өздеріне бір сабақ алмайды? Мен осыған қарным ашады. Жазсыңдар ғой, мысалы, өздерің күнде көріп жүрсіңдер. Алдарынан қанша студенттер дәріс алады. Біз енді мінекей 70-тің ортасына кеп қалдық. Совет дәуірін ол мақтағаным емес. Совет дәуірінде де болды, бірақ жасырын болған шығар, айтылмайтын. Бірақ қазір бәрі жария түрде дейміз. Мына телефон деген, әлеуметтік желі деген, Құдайға шүкір қазір. Мұхиттың ар жағында не болып жатыр, көзіңмен көріп отырасың. Тілдесіп отырасың. Содан үлгі ала ма? Әлде батысқа қарап бас шұлғып, Европаға еліктейтін заман қалды ғой. Европаның бәрі кәрі құрлық дейді. Неге кәрі құрлық дейді? Соны неге ойламайды? Европа халықтарының көпшілік кәртейіп бара жатыр дейді. Демографиялық саясат, бала туу саясат өте төмен дейді. Ол неге қайда барып соғады? Ертеңгі күні соқыбастар қана қалады ғой. Жастар қайда? Әке-шешесін тастап кетті. Сол қазаққа тән бе еді? Жоқ. Қазақ, Алла тағала қазақты жаратқанда мейірім үшін жаратқан деп ойлаймын. Қайырым үшін жаратқан деп ойлаймын. Неге біз сол қайырымдылықтан айырылып қалдық? Неге біреудің таңсығына
ай ұсынғанына біз осы түк көрмегендей жабысамыз кеп. Кейде ақыл жетпейді. Осындай тұстарын өкінесің, іштей жаныңды жегідей жейді, амал қанша. Жаңа ұстаздар туралы сөз қозғап қалдыңыз ғой. Мына бір танымал әнде ғалымда шахтерда бас иетін ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ау нұрлы бейнең. Бүкіл қазақ осы әнді жатқа біледі, бірақ терең түйсіне бермейтін сияқты көрінеді. Қазір қарап отырсақ, енді өзіміздің де университетте жұмыс жасаймын. Бұрынғыдай ұстазды сыйлайтын, ұстаздың алдында басын иіп тұратын шәкірттер бұл күнде аз. Бұған не себеп? Сіздің мысалыңызды алатын болсақ, дикторлыққа баулыған Әнуарбек Байжанбаев атамызды аузыңыздан тастамайсыз. Неге осынша деңгейге түстік біз? Өз бас аяғы мен 70-ші жыл мен қазір 24-ші жыл отырмыз ғой, 25-ші жыл. 50 жыл. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Біздің бұл жаңарғанымыз ба? 50 жылда ел жаңа, мысалы, мақалдың айтылуы. Бұл жаңарғанымыз емес. Біз қайда құлдырап бара жатқан сияқтымыз. Бұрынғыдан әлде қайда төмендеп бара жатқан сияқтымыз. Бұрынғы жеткен биігімізден, адами биігімізден, адами тәрбиемізден Алла бойымызға даратқан асыл қасиет бір-бірімізді сыйлау, бауырмал болу, жақсы көру, құрметтеу, сүйіспеншілікпен қарау. Осындай қасиеттердің бәрінен біртіндеп жыл сайын айырылып бара жатқан сияқтымыз. Маған солай көрінеді, мүмкін басқалар қалай екенін білмеймін. Заман жақсы, не ішіп, не киеміз, не киеміз демейміз. Ақшаң болса, айналаңда бәрі бар. Қай жерге бас сұқсаң, бәрін аласың. Бірақ ақша саған байлық болғанымен рухани байлық болмайды ғой. Ақша адамды одан сайын аздыратын сияқты. Байлық одан әрі тоздыратын сияқты. Кейде мен өзімнің қалқымында тұрам. Үйімнің айналасы баяғыда қоршалмаған, ашық болатын, көше жағы ашық тұрушы еді. Жан жағыма қараймын, елдің бәрі биік дуалмен қоршап алды. Соны көзге шыққан сүйелдей болып, жалғыз өзім қалып бара жатқаннан кейін мен де кірпіш сатып алдым да қоршап қойдым. Былай қарасаң, онша әбестігі жоқ. Елдің бәріне жаңағы қарайсың, үлгі алған сияқтысың. Ал тереңірек ойлап қарасаң, осының бәрі қайдан басталды, неден басталды? Мына тәуелсіздік алғаннан кейін бай мен кедей болып бөліне бастадық. Мына қоғамның өзінде бай кедей болып екі топқа біртіндеп, көбіміз басында білінбеді. Байлар зәулім үй салды, айналасын сенің қолың жете бермейтін кірпішпен дуалмен қоршап тастады. Ол өзін-өзі сенен алшақтату. Ол жасырын өмірге көшу. Сенен тығылып күн көру, сені есігінен қаратпау. Сол ғой енді. Былай қарасаң. Сенде телміріп біреудің есігінен парғың келмейді. Осыдан барып менмендік туады. Әдірағасын дейді апайлар. Әдірағасын қоршап алып түйін дейді. Ауылдың кездері. Мына ауыл мен қаланың психологиясы өстіп бұзылды. Соның көбісі ауылдан келгендер. Соған не көрінді? Бір аулада отырып, енді кішкентай жерде отырып, бір-біріңді көрместей не көрінді? Екеуміз көршіміз. Неге ортаңды бөліп аласың? Неге пейіл бұзырды дейсіз ғой? Ол адамның пейілі бұзылғандығы. Меніңше солай. Мен өзім солай түсінемін. Осыдан бараттағы адамның психологиясы бұзылады. Үстемдік пайда болады. Мен адамдан жоғарымын, мен адамдан биікпін деген бір тәкаппарланық, адам бойында тәкаппарлану, менмендік, өзін жоғары санау. Анаған қарағанда мен биікпін деп өз мәртебесін өсіру пайда бар. Рас қой.
Бұл біздің қазіргі қоғамдағы адамның санасына әсер еткен психикалық бір ауру. Бұл да өте жаман дүние. Баяғыда ауылда өстік қой. Ауылда есік жабылмайтын, күндіз-түні ашық тұратын. Бұл адамның пейілінің кеңдігі. Ниетінің ақ. Кім келсе де келе ғой айналайын. Естен көрсе үлкендер, о айналайын өтіп бара жатсаң, ой беке деп құшағын ашып, маңдайынан сүйіп, кел үйге шай ішіп отырмыз дейтін. Қазір соғым сойсақ, бекен көріп қоймасын, біліп қоймасын деп жасырып сойып аламыз. Бұл ниет бұзылғандық па? Ниет бұзылғандық. Пейілдің тарылғандығы. Біз қазақ сонда емедік. Қайта жақсыға ұмтылуымыз керек еді ғой. Осындай дүние кейде іштеймі жүйді. Бүгін ауылды аңсағандық шығар, баяғы өмірді, әке-шешеңді, кең жүрген, далада еркін жүрген кезіңді сағынғандық шығар. Мүмкін сағыныштан туған бір әсер шығар. Әйтеуір аралас. Әлде адам жасы ұлғайған сайын осындай сағынышқа көп беріле ме? Әйтеуір аралас дүние кейде оңашада мүжейтіні бар. Аға, енді ұстаз тақырыбынан басқа қарай ауып кеттік. Дегенмен осы сұрақтың төңірегінде қойсам мен. Қазіргі қоғамда қатыгездік, мейірімсіздік өте бір белең алып кетті. Әлеуметтік желідегі оқиғалардан арыға кетпей соңғы талғар оқиғасын айтатын болсақ та жаның түршіктіреді. Біздің қоғам дәл қазір мейірімге мұқтаж. Осы мейірімнің қадірін қалай түсіндірсек болады? Ол енді өте терең дүние беке. Менің түсінігімде әр адам өзінен бастау керек. Әр адам мейірімді болу керек. Әр адамның жүрегінде бір жылылық болу керек. Сен үйіңдегі немереңді, жиеніңді, шөбереңді қалай аймалайсың? Басқаларды сондай көруің керек. Бізде ондай жоқ. Адамзаттың бәрін сүйіп алғым. Бізде ондай жоқ. Сол баламыз ертең мектепке барса, мектеп барғанда ысырып тастаймыз. Мұғалім бар, мұғалім жауап береді. Ей, сенің кінәң қайда? Сен қайда қалдың? Неге біз кінәні өзімізден, тәрбие берген өзімізден істемейміз? Әр балаға тәрбие отбасынан басталады. Отан өзіңнің отбасың, кішкентай ғана мемлекет. Біз неге осыны ұмытамыз? Балаға ана сүтімен берілетін мінез, осыны неге құлағына құймаймыз? Ай балам, мектепке барғанда тәртіпті бол, мектепке барғанда осындай. Жоқ, қолына соткын беріп қоямыз. Қайда барсың, қай уақытта келді? Бір үйде отырып, мысалы, бір үйде отырып, бір дастархан басында шүйіркелесіп, әңгімелесіп отыра алмаймыз ғой. Келін бір жақта, балаң бір жақта, немерең бір жақта. Телміріп телефон қарап отырады, аузын қимылдап тамақ жеп отырады. Ай балам, бірдеңе десеңші, өз басымызда бар. Адам тілден қалғаннан кейін ойдан қалады. Адамның психологиясы өзгереді. Ал күнде балаңмен сөйлеспегеннен кейін мейірім қайдан болады? Қайырым қайдан болады? Қатыгездік пайда болмай ма? Мына алдындағы телефоннан көз алмаған бала жамандықтың бәрін қайдан үйренеді? Жамандық, жақсылық екеуі де ананың жатырында жатқанда жоғатын дүние. Мына қыздарыма болашақ жас аналарға айналайындар, баланы әлдеймен өсіру керек, мейіріммен өсіру керек. Құрсағында жатқан бала сенің дауысыңды естиді дейді. Бұл менің айтқаным емес, бұл жапон ғалымдарының дәлелдегені. Жапон ғалымдары біздің бесікке таңғалыпты дейді. Ананың құрсағында жатқан бала ана жүрген кезде тербеледі ғой. Бесіктің тербетуі соған сәйкес келеді дейді. Бесікте тербеткен бала енді басқа әлемде, басқа дүниеде.
Мына дүниеге шыққанда, жарық әлемге шыққанда, беске бөлігінде біздің қазақтың философиясының тереңдігі, тәрбиесінің тереңдігі, ұлағаты осында. Беске бөлудің астарында осындай мән жатыр. Біз бес көрсек, енді бәле көргендей. Қазір ешкім беске бөлмейді. Ал беске бөлген бала қандай жақсы болып өседі. Бәріміз де беске бөлініп өстік. Жодан жаман болдық па? Осындай тұстар да бар. Енді бес туралы айтылып та жатыр. Мейірімсіздіктің, қайырымсыздықтың бір түрі біздің өзімізде, отбасымызда, күнделікті тіршілігімізде. Ол өзімізге байланысты. Отбасыдан басталады дейсіз ғой. Иә. Фастекс 2007 жылдан бері логистикалық қызметтер көрсетіп келе жатқан сенімді серіктес. Біз тасымалдаудың барлық түрлерін ұсынамыз. Кедендік рәсімдеу, жүк тасымалдау, транзит, экспорт және импорт. Қытайдан Қазақстанға кез келген жүкті қауіпсіз жеткізу біздің міндетіміз. Кедендік рәсімдеудің толық спектрі бізде бар. Жастарды қолдау мақсатында спорт және ағартушылық жобаларға демеушілік көрсетеміз. Бізбен хабарласыңыз. Аманжан аға, енді Қазақ радиосында жүріп, қаншама зиялылармен сұхбаттас болдыңыз, мәжілістес болдыңыз. Осы бір зиялылардың барлығына ортақ бекзат қасиет деп қандай мінезді айтар едіңіз? Енді Кімдермен мәжілістес болдыңыз? оның бәрі есте тұрамын беке. Менің ойыма бір түйгенім тағы да Байжанбаевты айтам ғой. Байжанбаев бағдаршам болды. Байжанбаев менің үлгі алатын рухани әкем болды деп айтам. Неге десеңіз, осының жүріс тұрысында, сөйлеген сөзінде, елмен қарым-қатынасында, елге жақсылық жасауында ерекше бір ізеттілік тұратын, ерекше бір мәдениеттілік тұратын. Қазақ радиосының табалдырығын аттап келген, мына көкірегінде көзі бар адамдардың бәрі. Екінші этажға көтерілген кезде, екінші қабатқа көтерілгенде, бұрылып өтпей, Байжанбаевқа сәлем берейік дейін. Мына жерде Байжанбаев бар еді ғой дейін. Қазақ радиосы десе Байжанбаев дейін. Бұл неге? Бұл Байжанбаевтың радиосы емес. Байжанбаевтың халық арасында, халықтың ішінде беделінің қандай зор болғандығы. Ол өзінің беделімен елді тәрбиеледі. Ел әнекең сол үшін алақанында әлдейледі. Екеуінің арасында байланыс үзілген жоқ. Оған қалай жетті деген сұрақ. Ол әнекең еш уақытта мен деп тұрған Байжанбаевты көрмедім. 20 жылдай қатар жүрген екем. Мен Қазақстанның халық артысы Байжанбаев, сен кімсің деген бір көкірек керу. Біреуге, мен саған сөйтіп едім ғой, жақсылық жасап едім ғой деп міндетсу. Ай көрмеп бұнау. Қарапайымдылық. Кіші болсаң, сол Байжанбаевтай бол. Кішіліктен кішірейген кісіні көргем жоқ. Қайта Байжанбаев одан сайын асқақтай түседі. Енді ол кісінің Қазақ радиосында еңбек еткен, көзін көрген, інісіндей, бауырындай қатар жүрген қыз жігіттердің бәріне шапағаты тимегені кемде-кем. Мен Байжанбаевтан осындай жақсылық көреді деп осының үйін айтады. Бұл әнекеңнің жақсылығы. Әнекеңнің әлі күнге дейін ұмытылмай келе жатқан. Вот мәселе сода. Кісілік пен кішілігі. Кісі бол, кіші бол. Одан еш уақытта кішірейіп қалмайды. Ол зиялылықтың ең бір озық үлгісі. Мәселе сода. Бұл әнекеңнің өз бойына сіңірген қазақтың ең бір асыл қасиеті ғой. Ол әнекең дәл солай болып туа қалған жоқ. Кезінде Бейімбет Майлинді көрген. Ілияс Жансүгіровті, Сәкен Сейфуллинді көрген. Бейімбет Майлиннің 13 жасында Мырқымбайын оқып дейді. Мен Бейімбетті жылатқам дейді. 12-13 жасында. Не деген құдірет? Бала, мен Мырқымбайымды ендігені көргендей болды ғой деп көзіне жас алды дейді. Бейімбет атамыз. Ол тәңір берген адам ғой. Ал неге мақтанбайсың? Енді осыны көріп тұрып, біліп тұрып, жанында жүріп, неге сондай тәрбиені өзіңе қондырмайсың? Мына жастарға да айтарым, сол айналайын.
үлкендер өмір көрген, өмірден ұққандары, мына жүрегіне жиғандар көп қой. Жақсысын алыңдар, өзіңе керегін жиып алыңдар. Керексіз өзі қалады. Керексізін қалдыр. Иә. Дұрыс айтасыз. Аға, енді қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың радиода жұмыс жасаған біреу білсе, біреу білмейтін шығар. Иә. Осы кісінің де радиоға келуі бір қызық оқиға деседі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Енді ол туралы қазіргі көне көздер, үлкен ақсақалдар, ағаның көзін көрген Мұқағали ағаны айтам. Дауысын естіген, әнекеңнің өз аузынан естіген кісілер болмаса жастар біле бермейді. Мұқағали Мақатаевты ақиық ақын деп таниды. Қазақтың маңдайына біткен сөз жүйрігі деп біледі. Дарабоз ақын деп біледі. Мен осының 54-55 жылдары Қазақ радиосында еңбек еткен әнекеңнің даусынан естідім, өз аузымен айтты. Көк базарға бара қалсам, ай, ұн алыңдар, бәленбай сом деп осы елдің бәрін үйіріп алып даусымен сүйіп тұр екен дейді. Дауыс әнекеңе ұнап қалады. Сол кезде Қазақ радиосында диктор керек, соны қайталап әдейі дауысын тексеру үшін. Оның қаншадан дейді ол әнекең. Мұқағалиға бәленбай сом дейді дағы, әнекеңнің дауыс құлағына сақата қалады ғой. О, кешіріңіз аға, мен сізді жаңа байқамай қалдым деп мәжіненің үстінен жерге түсе қалып, әнекең малында иіліп сәлем беріпті. Дауысынан танып, бұрын жүзін көрмеген. Әнуар ағаның Мұқағали ағаның Әнуар ағаға өздерінің қолымен жазған өлеңдер менде сақтаулы. Үйде өзімнің архивімде бар. Бұл Әнуар ағаның баласы Әнуар кімнің Арыстың архивінде сақтаулы. Мен көшіріп алдым. Бұл тарихи дүние. Мұқағали ағаны радиоға кіргенде көрдім. Атагелді Бақытжан деген інісі бар. Қазір мына Алматы облысының Шеңгелді деген ауылында тұрып жатыр. Әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Сол Бақытжанның арқасында Мұқағали ағаны көрдім. Оның өзі бір тарихи оқиға. Көңілді өшпейтін, өлмейтін, мұрағат болып қалған дүние, бірақ әттең суретім жоқ. Ол заманда мына қазіргі телефон жоқ қой. Фотоаппарат Мәмбет Сержан ағамызда болды. Қазақ радиосының ардагері, менің ерекше ұстазым Мәмбет Сержан деген ағамыз Қазақ радиосының бүкіл архивін жасаған. Қазақ радиосында еңбек еткен, сол дәуірдегі өз еңбек еткен тұстардағы үлкендердің бәрін суретке тартып, кейінге қалдырған, мұра етіп қалдырған кітаптарда, альбомдарда басылып шықты. Бұл ұмытылмайтын естелік болып қалды. Біз сонымен ләззат аламыз қазір. Жақсы. Аға, енді Мұқағали атамызды жайдан жай еске алған жоқпыз. Енді сіздің бана сұхбаттың барысында айтып өттік қой, дауысыңыз ерекше деп. Бір сізге қолқа салғым келіп отыр. Осы жерде шағын поэзия сағатын ұйымдастырып жіберсек. Енді қолымыздан келсе, көрейік, шамамыз жетсе. Ендеше қазақ поэзиясының шоқ жұлдыздары көп қой, бірақ біз
Абайдан бастайық. Сіздің алдыңызға мен өзім дайындап келген өлеңдер бар. Соны бір оқып берсеңіз, нақышына Оны келтіріп. байқап отырмын алдыма. Абай атамды қойғаннан бастап, ай Бекең мына өлеңді маған оқытайын деп отырау деп ойладым. Онда да жай өлең емес, базарға қарап тұрсам әркім барар дейді. Біз өзі өмір базарында жүрген жолаушымыз ғой бәріміз де. Сен де, мен де. Бүгін мінекей дәм айдап студияға келіп отырмыз. Мына өлең қарасаңшы, базарға қарап тұрсам әркім барар дейді. Сөзіне қарасаң, тура мына бүгінгі өмірге арнап айналғанда айтылғандай, базарға қарап тұрсам әркім барар, іздегені не болса сол табылар. Біреу астық алады, біреу баршан, әркімге бірден нәрсе бермес базар. Әркімнің өз деген нәрсесі бар, сомалап ақшасына сонан алар. Біреу ұқпас бұл сөзді біреу ұғар, бағасын пайым қылмай аң-таң қалар. Сөзді ұғар, осы күнде кісі бар ма? Демеймін жалпақ жұртқа бірдей шақар. Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, біреуден біреу алып елге тарар. Бір кісебес жазғаным жалпақ жұрт қой, шамдан баяқ шырақтар ұқсаң жарар. Ит маржанды не қылсын деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер бір ойланар дейді. Керемет, Сол заманда осыдан пәленбай жыл бұрын біздің бүгінгі өміріміз суреттеп отыр ғой. Аға, бұл өлеңнің де бізге қатысы бар. Енді қазір қазақ тілді контент өндірушілердің арасында да әртүрлі контенттер бар. Бірақ көз көкірегі ояу көрермен осы сияқты сапалы сұхбаттар тыңдайды деген үміттеміз. Менде үмітім бар. Мына қазақ радиосының қара шал не айтып отыр деп бізді сөге қоймас. Міне, ит маржанды не қылсын деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер бір ойланар дейді. Керемет. Көкірегінде оты бар, тілге деген сүйіспеншілігі бар. Ана тілін құрметтейтін оқырман өзінің керегін тауып алар деген үміттемін. Жақсы. Енді ақындардың ішінде ана тақырыбына өлең арнамаған, жыр жазбаған адам кем деген ғой. Бірақ осы ана туралы өлеңдердің ішінде мен Төлеген Айбергеновтың ана деген өлеңін ерекше атап өткім келеді, және биік қоям. Осы өлеңді орны бөлек. Енді Төлеген ағамыздың өткенде бір тойда қызын көрдім, бір кездесуде. Аруақ сыйлаған елдің баласымыз ғой. Төлеген ағаның аты аталып, мынау соғысының қыз дегенде құрметін білдірдім. Ол Төлеген ағаның артына қалдырған мұрасы ұшан теңіз. Мына ақындардың көбісі ұстаз санайды. Төлеген ағаның жазғанын еліктейді. Жаңа өзің мына бір өлеңді, ана деген өлеңін Төлеген Айбергенов деп алдыма қойыпсың. Сонда айтады: арманыңды ақтармын ба, жүрегімде тербесем, айға сіңілі қарындассың, қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ, құдірет деп түсінем, сенді қуатын мың есе артық жердің тарту күшінен. Теңеуін қараш, сенді қуат мың есе артық жердің тарту күшінен дейді. Сұлу әлем, әлем сұлу, сен жаратқан адам мен, көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар бәлкім, басын иді көк маған, әргес сенен туғанымды есім алсам тоқтаман. Анаға деген құрмет қандай биік. Көк әлемнің өзі сенің алдыңда бас ет дейді. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің шарқ ұрады жүрегім. Шат жүріп ақ қас қаққанша, болам мен шерменде, жетім емес кей ананың
жетімдігін көргенде. Жетім емес, кей ананың жетімдігін. Неге біз анамызды жетімсіреттік дейді. Соны көріп отырып, айналып өте алмайды. Сол Төлеген ағаның көкірегін мұшып, жанына жара салған. Ана құдіретін неғып біз аяқ асты түсіріп алдық? Неге біз төмендетіп алдық? Неге біз анаға құрметпен қарамаймыз? Ей адамдар, кім боп барасыз деп сол уақытта айтып кеткен. Содан үлгі алуымыз керек етті. Көз алдымда жас дөңгелеп, булығамда асадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам дейді. Өзі ұят қалды ма бізде? Ұят деген асыл қасиетті біз онда жоғалтып алдық. Ұялу, қызару, бетіңнің шу қызармайды дейді. Үлкендер айтатын, қарағым, ұяла біл дейді. Ұяла білудің өзі үлкен қасиет екен ғой. Үлкендердің бұл Құрани тәрбие. Құранда да жазылған. Төлеген ағамыз Құран мен тәрбиені, қазақи тәрбиені қатар алып келіп айтып отыр, қарашы. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең, о аналар, кей пасықты жаратасың неге сен? Тасбауырлар дүниеге келсін де, тез кетсін де, әлде өзгелер ондайларды жиіркенсін дейсің бе? Кей кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Атаңа не көрсетсең, алдыңа со келеді дейді. Мына кейінгі ұрпақ, өсіп келе жастар, өсіп келе жатқан жастар, осыны жадынан шығармас екен деймін. Міне, бір ауыз сөзмен, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Мәңгілік ештеңе жоқ. Ана керек о адамдар, ана керек адамға, анасыдар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған, таптықта дер даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы дейді. Енді осы Төлеген Айберген қаза болған кезде Мұқағалидың бір шығарған өлеңі бар. Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның деп. Сол өлеңді де сіздің алдыңызға дайындап қойдым. Мына өлең ғой, Төлегенге Мұқағали Мақатаев дейді. Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның, қызарып бат ертеңгі шығатын күн. Торғай өлең шырылдап бара жатты, аузында ажал дейтін сұрапылдың. Торғай өлең өлмеді, аман қалды. Әкетті ажал, жыр емес адамды алды. Бір өмірдің дастаны басталды да, шор түзілді, шоп шолақ тәмәмдалды. Қаралы лек, бозғыл шаң шұбатылды, бара жатыр жерлеуге шың ақынды. Маржан жырдың мөп-мөлдір бір түйірі құмға түсіп кетті де уатылды. Тұңғыш көрдім қайтқанын шын ақынның, қаталай жыл дейтін сұрапылдың. Сұңқар төсі томпиып қарсы қарап, қаршығадай қылшылдап тұратын кім? Енді жоқ, азаматым, ай маңдайым, жоқ болды құмға сіңген айран дайын. Асығыс ылғи жортып жүруші еді, бетпақтан су іздеген жайран дайын. Бармаңдар, ақынды жұрт жерлегенде, көрмеңдер, көрдің аузы жабылғанын. Көтеріп сендер оны келмегенде, көмусіз қалмайды ғой бауырларым. Көмбеңдер, топырақты тастамаңдар, жабыла толтырыңдар құмдудайы. Ақынды көмсін білмес басқа жандар, басына бармаңдар да құрбылары. Ет жүректің езілмес кесіме бұл, жылай білсең, шын жыла, жасыма тек, кезек күтіп тұрғандай сезіне біл.
алдындағы апанның басына кеп. Керемет, сізді тыңдап демалып отырмын аға. Рахмет. Келесі өлең енді бір Қадыр Мырзалы ағамыздан бір өлең оқысаңыз. Рахмет. Шамам жетсе, ақындардың өлеңдерін оқығанға жетсін. Қадыр Мырзалы бір жаман, бір жақсы. Қазақтың бойында тұнып тұрған қасиет. Бабалардың шоқ басқан табанымен, бірде екен жақсысы жаманымен, бір жаманы тынымсыз көше берген, бір жақсысы қимаған даланы кең. Бір жаманы жел сөзге ерген екен, бір жақсысы тілгерік берген екен, бір жаманы кетпенге орашолақ, бір жақсысы найзагер мерген екен. Бір жаманы кешігіп әліппе ашқан, бір жақсысы күйлері көбік шашқан, бір жаманы қыздарын малға сатқан, бір жақсысы сүйгенін алып қашқан. Бір жаманы шаруасын маңдытпаған, бір жақсысы қулықпен жанды ұтпаған, бір жаманы үйленіп жеңгесіне, бір жақсысы жесірін қаңғытпаған. Тату тәтті көршілер шыр бұзбаған, бірге тоңып суықта бір мұздаған, бір жаманы сонда да үй салмаған, бір жақсысы абақты тұрғызбаған дейді. Терең өлең. Терең өлең. Әр сөзінің астарына үңіліп қарасаң, кешегі, бүгінгі, ертең қазақ тұнып тұр. Кеше қазақ болды. Алдыңызда тұрған келесі өлеңнің авторын біз айтыспен танимыз. Жүрсін Ерман деген ағамыз. Бірақ ол кісінің жазба поэзиясы да өте бір керемет. Сол кісіден әдейі қазақ баласын қайрау деген өлеңін таңдап алып келдім, алдыңызға қойдым. Жүрсін екеуміздің арамызда жас айырмашылығы онша көп емес. Бұл кісі төрт аяғына тең басқан жорға ғой. Жүрсін Ерман қазақ баласын қайрау дейді. Шежірені шиырлап тараталам, тусақ туған шығармыз әр атадан. Өзіңді өзің сүйрелеп қатарға қос, ей қазақтың баласы қара табан. Қарындаспын, қандаспын, жүректеспін, сол жүректен мен саған тілектеспін. Алп-алп басқан аталар әулетіміз, сенен асып туған жоқ білекте ешкім. Көптен көмек күтпей-ақ достан қайыр, тас маңдайдан тағдырды жасқан бай ұр, сен туғанда қуанған әке шешең берді ғой деп тәңірім қошқардай ұл. Күнге қарап қырандай қанатын кер, сені көріп серпілсін қара түндер, сұрамайды құдайдан ұлды қазақ, жүрсе екен деп әйтеуір санатын дер. Жайсаңсың сен, жарқылдап жүрендеше, жігіт оңбас, жігерді шідерлесе, үлесіңді тартып ал, сұрап алма, ешкімнен де именбе, жібермесе. Сыр қадірі тек қана сұрасқанша, жат түгілі жақынға сырашпонша, сен басқадан артықсың, анаң егер қуанғаны қалжа жеп рас болса. Болу керек жігітте айла күшті, парасат пен пайымда пайдалысты. Барша қазақ елінің бақ талайы, тағдырыңа бір сенің байланысты. Жігітсің бе, мақсаты мұраты бар, құз басынан құлжаңды құлатып ал, жарқ ететін сағатың соғады әлі, ақ оқталмаған мылтықта бір атылар. Өз жолыңды табатын жетті күнің, алғырлығың көрінсін ептілігің, болсаң болып, болмасаң бордай тозып, танылатын шақ осы тектілігің. Сен оңбасаң, оңады қайдан халық, тойдан қалсаң қамықпа, ойдан қамық. Аламанға түскенде бәйгеңді алып, сен жүруге тиіссің жайраң қағып. Тауқыметін тартсаң да азаптың көп, қуана біл қарағым, қазақпын деп, атыңды сәл озырсаң, сол қазағың жібереді мықты қып, өз ақ
үнді. Керемет. Рахмет аға. Сіздің өлең оқығаныңызды көріп шалықтанып отырмыз енді. Мен де кезінде мектеп оқып жүрген кезімде республикалық Оралхан, Мұқағали оқуларына қатысқам. Ондайың бар еді? Бар екен. Ұстаздың алдында өлең оқығандай болып, мен де бір өлең оқып берсем сізге. Оқу керек. Мұқағалидың бабаларым рахмет сендерге, немесе шеше сен бақыттысың. Екеуін де оқы. Біреуін таңдаңыз, оны оқып берейін. Мұқағали ағамыздың өлеңін оқы. Бабаларым рахмет сендерге. Бабаларым рахмет сендерге, балаларым болмасын деп көргеуде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, өмірге мен мұлқау болып келгенде. Бабаларым рахмет сендерге, жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың айтпай кеткен сырларын, қорқытыңның қорқынышты мұң зарын қобызыңның шанағынан тыңдадым. Құлазыған сенің құлады үздерің, не білмеген, не көрмеген ізгелім, жазылмаған тарихымның жолдарын, ауыз екі аңызыңнан іздедім. Мен білмеймін, басың әлде орнап бақ, шаһар салып жасадың ба жәннат бақ, әлде қалай тасқа түскен таңбада табынамын тарихымдай ардақтап. Сырашпайды сенің құлады үздерің, сырашпайды тау тастағы іздерің, сенің бүкіл болмысыңның тағдырын домбыраңның пернесінен іздедім. Іздедім де сәттерімде түңілген, тастап кеткен аңызыңа жүгінгем. Жүгінгемде қайта туғам, тірілгем, тарихымды жазудамын бүгін мен, бабаларым сенің ана тіліңмен. Менің мына қайта туған күнімде, сөйле оркестр, дүрілде бір дүрілде, сөйле Моцарт менің ана тілімде, сөйле Данте менің ана тілімде. Шіркін-ай. Енді бүкіл әлем қазақ тілінде сөйлегенде әсерге бөлейді ғой. Сөйле Моцарт менің ана тілімде дейді. Біз енді әлем әдебиетіне көп жүгіндік қой. Әлем әдебиетінен үлгі алдық. Соны өзіміздің халқымызға, өзіміздің кейінгі ұрпаққа үлгі етіп тарата білдік. Содан нәр алдық, содан үйрендік. Мұқағали ағамыз да соны үлгі етіп отыр. Аманжан аға, сұхбатқа келіп, сұхбат бергеніңізге ерекше алғыс білдіреміз. Рахмет. Менің мақсатым сіздің алтын дауысыңызбен жазып алу болған болатын. Дүниелер барлығы, қазақтың байлығын. Сізге алғыс білдіреміз. Өзіміздің бүгінгі сұхбаттың белгілі бір мақсатын, миссиясын орындадық деп ойлаймын. Деніңіз сау болсын. Қазақ тілі, қазақтың радиосы жасай берсін. Әмин, әмин. Аман болыңыз. Әмин. Амандықпен жүздесейік. Құрметті көрермен, сұхбатымыз осымен тәмам. Сұхбаттың соңында біздің сұхбатымызға қолдау білдірген демеушіміз Fastex тасымалдау компаниясына ерекше алғыс білдіргім келеді. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Болды ма? Дұрыс болмайды.